Эссе жазу құрылымы. Эссе дегеніміз философиялық, әдеби, тарихи, публицистикалық, әлеуметтану, саяси және тағы басқа саладағы ғылыми емес автордың жеке көзқарасын білдіретін прозалық мәтін. Эссе еркін композициялық құрылымға негізделген немесе көркем публицистикалық жанрдың бір түрі. Эссе қатаң түрде жоспарға негізделуі міндетті емес. Эссе жеке көзқарас, сараптама, дәлелдемелерге негізделеді. Эссенің құрылымы неден тұрады? Эссе жазу тәртібі 3 қадамнан тұрады. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімге тақырыпқа қатысты түсінік беру сөйлемі, ой үзігі, тезис. Негізгі бөлімге тезиске қатысты пікір, пікірді талқылау, ойды дәйектеу, дәлелдеу, жинақтау аргументтері. Қорытынды бөлімге абзацта айтылған ойлар түйіні, эссені қорытындылайтын ой тұжырымын жазуға болады. Эссе құрылымындағы ескерілетін ұғымдардың түсініктері. Тезис, негізгі идея, тақырыпқа қатысты қысқа да нұсқа түйінді ой, көзқарас. Тезиске қатысты пікір, жазып отырған адамның тақырыпқа байланысты ақпаратты ой сүзгісінен өткізуін, мәлімет пен деректерге негізделуін қажет ететін, соған арқау болатын жеке пікірі. Пікірге қатысты аргумент. Тезиске, айтылған пікірге түсінік беріп, көтерілген мәселені әр қырынан қарастыру, сыни талдау, жинақтау, дәйектеу, дәлелдеу және тағы басқа. Ой тұжырымы, көтерілген мәселе, берілген сұрақ немесе тақырыпқа байланысты тезисті, түйінделген ой, көзқарас, ұстанымды қорытындылау, жалпы қорытынды шешім немесе өзіндік ұсыныс, өзіндік тың пікір, жазба иесінің ойлау ерекшелігіне орай ой қозғайтын сұрақ, көпшіліктің ойын қозғауды көздеген екіұшты пікір болуы да мүмкін. Эссе жазуда жіберілетін қателіктер. Бірінші қателік, түсініксіз болып қалу немесе керекті әсер бере алмау секілді жеке қорқыныштардың кесірінен автор эсседегі барлық көрнекті ойларды алып тастап жатады. Осыған байланысты эссе өз аралығын және ерекшелігін жоғалтады. Екінші қателік, мәліметтердің жеткіліксіз дамуы. Көп кездесетін қателік, автор өз тұжырымдамасында мысалдар мен дәлелдерді жеткілікті мөлшерде көрсетпейді. Үшінші қателік, эсседе көрсетілген мәселенің мәнін түсінбеу немесе тақырыпты дұрыс түсіндірмеу. Төртінші қателік, авторды көрсетпестен өзгелердің пікірін қолдану және эссе жазған адамның өзінің жеке көзқарасының болмауы. Ақпарат құнды болса, керекті мәліметтерді алсаңыздар, қоңыраушаны басып, ақылдың кені каналына тіркеліп, бөлісіп қойсаңыздар керемет болар еді.